Сәлем қыздар. Алдыңғы сабақта мен шут картасының мағынасын айтып өттім. Енді келесі мак. Мак бұл қазақша сиқыршы деген мағынаны білдіреді. Яғни жаңағы белсенді адамды айтамыз. Белсенділік, ерікті, жігерлі, күшті, қуатты, шабытты, өз бетінше жұмыс жасайтын, ойы анық, сондай жаңағыдай ешнәрседен қорықпайтын адамдарды айтамыз. Ойына алған істі, яғни бір жоспар алса, сол жоспарды бұл орындамай, яғни тоқтамайтын адам. Мен жасаймын, тек мен деген адам бұл. Енді бұл оң мағыналар, Енді теріс мағынасында бұл қасындағы карталарға байланысты өзгеріп кетеді. Теріс мағынасында, яғни қасындағы жанындағы карталар басқа болса, бұл мысалға теріс болса, бұл карта, яғни шешімсіздік, өзімшілдік және мақсатсыздық, жоспарының орындалмай қалуы, сондай мағынада өзгеріп кетеді. Яғни қанша бүйтіп тырысқанмен алдында кедергілер шыға береді. Сондай мағынада өзгеруі мүмкін. Бірақ бұл көбінесе жақсы мағыналарда айтылады. Жақсы мағыналарда, яғни қолына алған істі аяқтамай қоймайтын, сондай мықты, энергиясы жаңағы күшті, сондай орындайтын адам. Қандай жағдай болса да қорықпайтын, мен орындаймын деген мағынаны білдіреді бұл карта. Солай.